29 шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, маңызды шешімдер қабылдау үшін қиын күн болады және болашаққа қатысты жоспарлар құрудың өзі де біршама қиындықтар тудыртуы мүмкін. Сол себепті осындай шаруаларды бүгінше кейінге қалдырғаныңыз дұрыс болмақ. Жауапкершілігі аздау, жеңіл, жүйкеңізді жұқартпайтын жұмыстармен айналысуға кеңес береміз. Жүйкеңіздің темірден жасалмағанын естен шығармаңыз. Ең дұрыс шешім тынығу болмақ. Торпақ, бүгінгі күні ешкімнің де сөзін бөлмеңіз. Адамдарды мұқият тыңдай білсеңіз, олардың сізге пайдалы кеңестер беріп жатқанын аңғаратын боласыз. Тіпті сізбен сөйлесіп жатқан адам сізге ұнамай, оның айтып жатқан әңгімелері қызықсыз болса да, оның сөздеріне зер салыңыз. Сеніңіз, осы шыдамдылығыңыз үшін өзіңізге талай алғыс айтатын боласыз. Егіздерге бұл күні өзін жақсы сезіну үшін дене жаттығуларын жасап, белсенді қозғалыста болу керек. Сіздің қызба темпераментіңізді бақылауда ұстау үшін үнемі қозғалыс керек. Сол себепті спорттың бір түрін таңдап, сонымен үнемі шұғылданыңыз. Жасыңыз нешеде болса да түрлі сылтаулар айтып кейінге қалдырмаңыз. Сіздің денсаулығыңыз, сіздің дене сымбатыңыз тек қана сіздің қолыңызда. Сондықтан да сізге сәттілік тілейміз. Шаян, бұл күні жаңа шаруаларды қолға алуға кеңес бермейміз. Бұның нәтижесі сізді қуантпайтыны анық. Оның үстіне түсініксіз шаруалар сіздің беделіңізге, осы уақытқа дейін жинаған абыройыңызға да сызат түсіруі мүмкін. Сол себепті тәуекелге бармай, жақсы, сенімді ұсыныстарды күте білгеніңіз дұрыс. Арыстан, ақпараттарды іздестіруге көбірек уақыт бөлгеніңіз жөн. Арыстандарға бұл күн жаңа нәрсені үйреніп, оны қабылдауға, білімдерін тереңдетуге аса қолайлы болғалы тұр. Өзіңізге қызықты тақырыптарды тереңірек зерттеңіз. Көзіңіз ашылғаннан кейін сіздің алдыңызда жаңа мүмкіндіктер ашылатын болады. Бекеш, басшылық тарапынан жасалатын ескертулер мен қысымдарға бола уайымдап, еш нәрсені көңіліңізге алмаңыз. Тек өзіңізге тиесілі жұмысты ғана атқаруға кеңес береміз. Сіздің орныңыз кез келген ортада ерекше, әрі сіздің әріптестеріңіз де, басшыларыңыз да бір күнде жұмыс атқара алмайды. Себебі сіз жауапты әрі өте тәжірибелі мамансыз. Таразы, бұл күн ешқандай да ерекше оқиғалар өтетін қарапайым күн болады. Өзіңізді шынайы ұстаңыз. Өзгелер үшін өзіңізді мықты әрі шаршамайтын болып көрсетудің еш қажеті жоқ. Шынайылық принциптерін ұстансаңыз, өміріңіздің біршама жеңілдеп қалғанын міндетті түрде байқайтын боласыз. Сіздің ақылыңыз, ерекше зерттеу, бағдарлау қабілеттеріңіз сізді онсыз да өзгелерден ерекшелеп тұрады. Саршаян, егер сізге жала жауып жатса, ақталуға тырыспаңыз. Оның үстіне сіздің күнәсіз екендігіңізді дәлелдейтін нақты айғақ болмаса, күшіңізді тауысып, уақытыңызды құрбан етіп, өзгелерді сендірудің еш қажеті жоқ. Шындық көп ұзамай өзі-ақ су бетіне шығады. Сонда сізге жала жапқандар мен сенбегендер ыңғайсыз жағдайда қалатын болады. Меркен, бұл күні үйден өзге жерлерден ас ішуге кеңес бермейміз. Көптеген меркендер асхана, кафе секілді жерлерде тамақтанатын болса, уланып қалу қаупі бар. Егер жұмыстармен сыртта тамақтануға мәжбүр болсаңыз, бұзылмайтын нәрселерді ғана жегеніңіз дұрыс. Бастысы, азық-түліктердің сақтау мерзіміне мән беріп қойыңыз. Тауышқы, бұл күні шақырылмаған қонақтарды қабылдауға кеңес бермейміз. Себебі бүгінгі күні тауышкілер үшін жоспарланбаған нәрселердің барлығы ұнай бермейді. Өзгелерді өкпелетіп алмас үшін олармен байланыстарды бүгінше азайтуға тура келмек.
Соқойғош, бұл күні сізге жымия қарап тұрған адамдардан бойыңызды аулақ ұстауға тырысыңыз. Бұл күні сізді кейбір адамдар қармағына түсіруге тырысуы мүмкін. Сақтықта қорлық жоқ демекші, өзіңізді өзгелердің алдап, пайдаланып кетуіне жол бермеңіз. Балықтар, жақындарыңызға кішігірім сыйлықтар жасауға кеңес береміз. Оларды сіз ұзақ уақыт бойы тосын сыйлармен қуантпадыңыз. Сіз үшін жақындарыңыздың жымиғаны барлық нәрседен де қымбат. Бұл күні барлық нәрсенің тек қана жақсы жақтарын байқауға тырысыңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.